Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өздеріңізбен бүгінгі орталықта кездескеніме жүздескенімізге қуаныштымыз. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратовтың Абай облысына жұмыс сапары аясында бұқаралық ақпарат құралдары өкілімен кездесуді бастаймыз. Бүгінгі кездесуде өңірдегі денсаулық сақтау саласының дамуы, медициналық нысандарды жаңарту және инфрақұрылымды жетілдіру мәселелері талқыланатын болады. Бірінші кезекте сөз кезегі Тимур Мұратұлы өзіңізде, ары қарай әріптестеріміздің сауалына кезек беретін боламыз. Алаңымызға қош келдіңіз. Рахмет, қайырлы кеш, құрметті журналистер, баспасөз конференциясына қатысушылар. Міне өздеріңізге белгілі Абай облысында қызметтік сапармен келіп, бүгін халықпен кездесу өткіздік. Осыған орай және денсаулық сақтау жүйесінің ахуалы жайында қысқаша баяндама жасауға рұқсат етсеңіздер. Жалпы еліміз бойынша денсаулық көрсеткіштерінің жақсарғаны байқалады соңғы жылдары. 24 жылдың қорытындысы бойынша елімізде күтілетін өмірдің ұзақтығы 74-44 жасқа дейін, ал біздің Абай облысы бойынша 75-02 жасқа дейін өскені белгілі. Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша халықтың жалпы өлімі 2,9%-ға, ал Абай облысы бойынша 1,8%-ға төмендеді. Нәрестелердің шетінеуі Қазақстанда 19,3%-ға, Абай облысы бойынша 25,6%-ға төмендеді. Мемлекет басшысының және үкіметтің қолдауымен тұрақты қатысуларының арқасында халық денсаулығының негізгі көрсеткіштерін жақсаруға қол жеткізуге болатыны өздеріңізге белгілі. Халыққа медициналық көмектің қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз ету мақсатында медициналық санитарлық алғашқы көмекті дамытуға қазір ерекше назар аударылып келеді. Жыл ішінде денсаулық сақтаудың жетілдіру бойынша дәйекті шаралар өткізілді. Бірінші кезекте мысақ бойынша скринингтік бағдарламалар жаңғыртылды, дәлелді зерттеулер енгізілді, негізсіз консультациялар оның ішінен алып тасталынды. Мейіргерлерге көрсеткіштер өзгермеген жағдайда скринингті аяқтау құқығы берілді. Скринингтің жасы 76 жасқа дейін ұлғайтылды. Инсульттің алдын алу мақсатында 50 жасқан асқан ер адамдарға 2 жылда бір рет брахицефалдық тамырлардың өлтірдыбыстық зерттеуі енгізілді. Онкоскринингтің барлық кезеңдері енді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлем шеңберінде қолжетімді болатын болды. Халықтың көптеген шағымдары мысақ стандартының қайта қаралуына негіз болды. Жалпы практика дәрігері жұмыс күні 8 сағатты құрайды. 27 жылға қарай барлық мысақ ұйымдары жалпы практикалық қағидаттарға көшуге тиіс. Оның ішінде жаңағы БОП дейміз ғой, жалпы практикалық дәрігер 6 сағат қабылдау өткізуі тиіс және 2 сағат құжаттамалармен жұмыс істейтін болады. Терапевттер мен педиатрлар мультипәндік топ және мобильді топтардың құрамында бейінді мамандар ретінде көмек көрсетуі қажет. Бекітілген халыққа кезек күттірмейтін көмек көрсету сағат таңертең 8-ден кешкі 8-ге дейін мысақ ұйымдарында беріледі. Ол үшін елімізде 660 бөлімше және 995 мобильдік бригада құрылды. Алғашқы рет онкологиялық аурулар мен туберкулезді ерте анықтаған үшін 5 айлық есептік көрсеткіші мөлшерінде жан басына шаққанда нормативтік ынталандырушы компоненттің көтермелеуші бонустық жүйесі енгізілді. Мысақ мамандар 90 сайын 2 миллион теңгеге дейін төлем ала алатын болады. Жоғарыда аталған нормалар мысақ дәрігерлерін ынталандыруға және беделін арттыруға, сондай-ақ дәрігерлердің қолжетімділігі және қабылдауға күтім мерзімін 2-3 күнге дейін қысқартуға мүмкіндік береді деп сеніп отырмыз. Мысаққа бекітілу рәсімі жеңілдетілді. Растауды енді ұйымның өзі жүргізе алады. Ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін трансформациялау бойынша барлық шаралар аяқталуы тиіс. Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру үшін министрлік Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және медициналық қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылданды және ол мынандай төмендегі мақсаттарды көздейді. 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап мәмс жүйесінде жарналар мен аударымдарды есептеу үшін базалық жоғарғы шегін арттыру көзделген. Енді жұмыс берушілер жарналарының 40 ең төменгі жалақыдан аспайтын сомадан, ал қызметкерлер 20 ең
төменгі жалақыға дейінгі сомадан аударатын болады. Мәмс жүйесінде қосымша қаражат 2026 жылы 200 миллиард теңгеге дейін құрайды деп есептеп отырмыз. 27 жылдан бастап мемлекет жарналарының мөлшерлемелерін кезең-кезеңмен ұлғайту, жергілікті бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік осал топтарына 1 миллион адамға үшін медициналық сақтандыруға қолжетімділікті қамтамасыз ету. Бұл ретте медициналық сақтау жүйесінің қаржылық тұрақтылығы, медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасы мәмс жүйесіне қатысатын азаматтардың санына байланысты болады. Абай облысы әкімінің өкімімен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халықты қамтуды арттыру жөнінде өңірлік штаб құрылған. Облыс бойынша азаматтардың саны 597 мыңнан астам адамды құрайды. Оның ішінде 499 мың немесе 83,6% сақтандырылған, 98 мың адам немесе 16,4% сақтандырылмаған. Медициналық қызметтерге қолжетімді арттыру шеңберінде облыстық денсаулық сақтау инфрақұрылымын жақсарту бойынша шаралар қазір қабылдануда. Жалпы денсаулық сақтау министрлігі елімізде халықтың талаптарына сәйкес келетін заманауи, пациентке бағдарланған, қолжетімді және сапалы денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыруға бағытталған бірізді жұмысты жүргізіп жатқанын атап өткен жөн. Осы бағытта жұмыстар әрі қарай жалғасатын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Енді әрі қарай ашық диалогқа көшуді ұсынамын. Рахмет. Жақсы, рахмет Тимур Мұратұлы. Келесі кезекте әріптестер сұрақ-жауап бөліміне көшсек. Семей телеканалы. Сұрағыңыз өте орынды екен. Бұл жөнінде негізінде мен дәл қазір сізге жауап бере алмаймын. Сұрақты пысықтап, ары қарай қажет болса, мен сізге жауапты жазбаша түрде жіберейін. Жалпы мемлекеттік жүйе бойынша госнормативсити дейді. Мемлекеттік жаңағы жүйенің қабылданған түрі бойынша, қабылданған стандарты бойынша бізде ауылдарда медициналық пункт, фельдшерлік акушерлік пункт және дәрігерлік амбулатория деген 3 түрлі медициналық сан қарастырылған. Ол тұратын адамдардың санына байланысты. Егер 100 адамға дейін болатын болса, ол жерде медициналық пункт болады. Егер 500 адамға болатын болса, онда фельдшерлік акушерлік пункт. Ал 1000 адамнан артық болса, дәрігерлік амбулатория болады. Дәрігерлік амбулатория болған жерде, ол жерде жалпы практика маманы гоп дәрігер болуға тиіс. Мамандармен ауылдық жерлердегі нысандарды қамтамасыз ету негізінде бұл жергілікті атқару органының құзыреті, сол кісілердің жүктемесі. Сол үшін де қазір облыс әкіміне бүгін мәслихатта шешім қабылдады. Ауылға барып жұмыс істеймін деген мамандарға, оның ішінде жас мамандарға көтерме 8,5 миллион теңге. 8,5 миллион теңге көтерме қосымша ақша беретін болып отыр, және жергілікті әкімдіктер жас келген мамандарға көпшілігі үймен қамтамасыз етуге тырысады. Бұның бәрі жаңағы жас мамандарға бір жағынан сондай поддержка болса, екінші жағынан халыққа денсаулық сақтау жүйесін жақындату. Жалпы біз елімізде соңғы 2 жылдың ішінде бұрын соңды болмаған 203 ауылды елді мекенге медициналық нысан аштық. Жалпы салып болғанымыз қазір 643, планымыз бойынша 655 осы декабрьдің аяғына дейін бітіреміз. Бұл негізінде бұрын соңды болмаған ұлттық жоба, біздің мемлекет басшысының бастамасымен қазір іске асырылып жатыр. Сол жоба бойынша барлық ауылдық жаңағы медпунктте медсестрасы болады, ФАПта фельдшер акушер болады, жаңағы врачебный амбулаторияда ол жерде дәрігер болады. Ол негізінде сол ұлттық жобаның өзінің жоспарымен қарастырылған. Біз оны толық қамтамасыз етеміз. Жақсы, енді біздің облыста да қазір осы салада облыс әкімінің жалпы денсаулық сақтау басқармасының қолдамасымен орталықтарды ашу жоспарланған. Жалпы мемлекет тарапынан біздің облысқа деген көзқарас қандай? Осы сұрақтың. Мемлекет тарапынан облыстарды бірінен бірін бөліп қарамаймыз. Біз үшін біздің отанымыз, мемлекетіміз бір ел, Қазақстан, қазақ елінде біздің унитарлық еліміз. Барлық денсаулық сақтау жүйесінің стандарттары, бұйрықтары, заңдары, заңнамалары барлық жерге бірдей іске асатын болады. Жалпы елімізде де, біздің Абай облысында да, мен біздің деп айтамын, өзім ошақтың баласы болғаннан кейін, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, оның ішінде балаларға
біз толық қанды көмек көрсетуге қазір әрекеттеніп жатырмыз. Өздеріңізге белгілі, соңғы кезде біз реабилитациялық көмек жағын қайта қарастырып, реабилитациялық орталықтардың ашылуына көп жерде мұрындық болып отырмыз. Өйткені оның себебі де бар. Біз жаңағы мәмс жүйесінде оған жақсы тариф қарастырған болатынбыз. Тарифтің барлығынан реабилитация қазір көбейіп келеді. Одан кейін жаңағы стационарлық емдеу, поликлиникада емдеу, ол жағында да ешқандай бізде оған тоқтату деген жоқ. Біз ары қарай бұл жұмысты жалғастыра береміз. Егер бір конкретті мәселе болса, бұл жөнінде мен қазір қарастырып, шешіп беруге дайынмын. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Тікелей эфирден. Ауылдық жерлердегі жағдайы ауыр науқастарды Астанаға немесе басқа да қалаларға тасу үшін қиындықтар туындайды. Осы орайда қандай жағдайлар жасалмақ? Сондай-ақ ауылдық жерлердегі күрделі ота жасайтын мамандар тапшы. Осы жайлы не айтасыз? Жалпы барлық аудандарда аудандық ауруханалар бар. Өздеріңізге белгілі, енді үлкен аудандарда, мысалы үшін сіздерде екі үлкен аудан бар, Аягөз және Үржар аудандары, онда қазір межрайонный больницаның деңгейіне дейін жеткізіп жатырмыз. Ол ауданаралық аурухана қасындағы 2-3 ауданға қоса көмек жасайтын болады. Біз ондай жерге қажетті өте технологиясы жоғары техникалармен қамтамасыз етіп жатырмыз. КТ, МРТ, ангиограф. Бұл аудандар, сол қасындағы аудандарда егер инсульт, инфаркт және басқа да жарақат алып ауыр жағдайға түскен науқастар болса, сол жерге жеткізіп, емді сол жерде өткізуге мүмкіндігіміз бар. Егер де ондай мүмкіндік болмаған кезде біз науқасты облыс орталығына немесе үлкен қалаларға, Астанаға тасымалдауға да мүмкіндігіміз бар. Ол үшін білесіздер, біздің елімізде санитарлық авиация деген қызметтің түрі қабылданған. Ол көп елде жоқ, негізінде осы көрші елдердің ішінде бізде ғана бар үлкен жетістік. Жылына санитарлық авиация 2400-ге жуық ұшу жасайды. Соның көпшілігі жаңағы ауыр науқастары, ана мен баланың денсаулығы үшін жасалатын қызметтер. Қазір енді сол конкретно бір қандай районда бір проблема бар десеңіз, біз оны өзімізге қабылдап алып, ары қарай шешімін өзіміз жасап көрейік. Жақсы, рахмет. Әріптес, жалпы биыл мемлекет басшысы салаларды толыққанды цифрландыру бойынша ұсыныс тастаған болатын. Осы денсаулық сақтау саласында қандай платформалар жалпы қолданысқа берілмек? Біздің негізгі келесі жылға қойған мақсаттарымыздың ең бастыларының бірі деп айтуға болады. Бұл ана орысша единое хранилище данных дейді ғой, ЕХД деген үлкен база. Қазір денсаулық сақтау министрлігі оны құрастырып, жинастырып, жұмысқа, қызметке енгізуге дайындап жатырмыз. Бұл үлкен базаның бізге деген жалпы практикалық қызметке көп себебі тиетіні белгілі. Өйткені барлық соңғы 10 жылда жиналған біздің азаматтардың денсаулығы туралы барлық мәліметтер бір жерден алынып, және барлық жүйелерге шақырып алып қарауға мүмкіндік аламыз. Бұл дәрігердің де, медбикенің де, және басқаша жедел жәрдем қызметкерлерінің де жұмысын өте жеңілдетеді. Және оның арқасында науқас тез және уақытылы көмек алатын болады. Біз соны жасау үшін қазір үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Екінші бағдар жаңағы өзіміз айтып өткен ауылдық медициналық нысандар. Бұлардың көпшілігіне енді алдымен барып келуде қиын, екіншіден жаңағы өздеріңіз айтқандай медпунктта, ФАПта дәрігер болмауы мүмкін. Дегенмен де жаңағыдай төтенше жағдай болған кезде медициналық қызметті көрсету керек. Сол үшін де біз қазір бұл ауылдардағы жаңадан салған объектілерімізде телемедициналық кабинетті алдын ала қарастырғанбыз. Қазіргі күнде Қазақ Телекоммен бірге және басқа провайдерлермен бірге интернет оған качественный интернетті өткізудің жұмысын арға жалғастырып жатырмыз. 26 жыл бойынша біз сонымен шұғылданамыз. Сол ауылдағы біздің тұрғындарға телемедицина арқылы уақытылы ақыл кеңес қажет болса шешім қабылдау, мысалы үшін аудан орталығынан облыс орталығына алып кетуге тез шешім қабылдау үшін сондай жаңағы телемедициналық қызметтерді қазір кейбір облыстарда енгізіп бастадық.
сіздерге де жетеміз, ары қарай біз жұмысты жалғастыратын боламыз. Жақсы, рахмет. Тікелей эфирден тағы сұрақ келіп түскен екен, оқып жүрсеңіздер. ұсыныс жүйесі бойынша студенттерге тиімділігі қандай Енді студенттерді біздің еліміздің азаматтары ғой, олар оқуға түскен күннен бастап жаңағы мәмс жүйесіне тікелей кіреді, оқу бітіргенше сол мәмс жүйесінде өзінің жаңағы оқытушысы, оқытатын мекеме олардың жарнасын төлейді. Енді студенттерді жалпы халықтың ішінен бөліп алуға болмайды ғой, олар да біз сияқты азаматтар және бізбен бірге толыққанды жаңағы медициналық көмекті алуға құқылы. Жақсы, рахмет. Жергілікті емханалардан берілетін дәрі-дәрмек уақытымен берілмейді деп шағымдануда тұрғындар, осы орайда не айтасыз? Сондай фактілердің болып тұратыны енді маған да белгілі, сіздерге де кейбір азаматтарға белгілі. Бұл жүйені негізінде амбулаторный лекарственное обеспечение дейді, ары қарай біз дамытып, бұл жөнінде де толық цифрландыру процесіне биыл көшіп жатырмыз. Орысша айтқанда персонифицированная потребность деген болады. Біз енді бұрындары өздеріңіз білесіздер орташа есеппен дәрі алып беретінбіз. Биылдан бастап үлкен жұмыс бастады министрлік, біздің министрдің бастамасымен әрбір науқасқа өзіне қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету керек деген. Сондықтан да биыл біз жаңағы персонифицированный заявканы қабылдап, обработка жасауды бастадық. 27 жылдан бастап біз науқасқа өзіне ғана қажетті дәрілерді беретін боламыз. Өйткені өзінің дәрігері, терапевті, кардиологы, невропатологы қандай назначение берсе, сонымен қамтамасыз етуге қазір соған іс-қимыл жасап, әрекет жасап жатырмыз. Мәмс жүйесінде жеке поликлиника болсын, мемлекеттік поликлиника болсын, дәрігердің назначениесімен ғана жасау керек. Адам өзіне өзі назначить ете алмайды. Енді бәріміз дәрігер емеспіз ғой, мұнда енді біз отырған екеу-үшеуміз шығамыз мұнда. Оны чат GPT-ге қарап, немесе біреуден сұрап, мен кальцийді, витамин D-ні анықтап алайын, содан кейін ары қарай не істеймін деген, енді ол қазіргі күннің, осы күннің негізгі тренді сондай болып кетті ғой. Дегенмен де көпшілігіңіз осында, енді мен де елгер қылқым ғой, осы залда, осы библиотекада оқығам. Біздің бала кезімізде біз ондайды білмейтін едік. Алдарыңызда отырмыз, Құдайға шүкір, деніміз сау. Соған қарағанда современный трендтерге былай беріле беруге болмайды, айтайын дегенім. Қажеттілікпен жасау керек. Судың да сұрауы бар дейді. Алдын ала тексергенде ары қарай мақсат болу керек. Мысалы үшін, егер жаңа кальций туралы болатын болса, енді жас егде тартып қалған азаматта остеопорозға деген подозрение болса, онда оправдано. Өйткені ары қарай түсету керек. Жас сіз сияқты әп-әдемі қызды қазір мысалы үшін кальцийін тексеріп неміз бар, онда Құдай егер ештеңке беспокоить етпесе. Сондықтан да бұның бәріне өлшеп тоқтап қарау керек қой. Жақсы, рахмет. Әріптес сұрағыңа жалпы Тимур Мұратұлы, біздің облыстың дәрігері, жалпы Қазақстанның дәрігерлерін, жалпы шетелдік дәрігерлермен тәжірибе алмасу бағытында қандай бағдарламалар жоспарланып жатыр біздің республика бойынша? Күрделі оталар жасалып жатыр дегенмен, біздің облыста да былтырғы жылдары күрделі оталар бірнеше қатар жасалды. Жалпы болашақта келесі жылда қандай жоспарлар бар? Енді дәл қазір мен Абай облысының жоспарларын маған Талғат Қайыркенші айтқан жоқ енді. Алтай Ахметқалиевич ректор отыр, бұл кісілерде Жапония елімен бірге қарастырылған гранттары бар, университеттік госпитальдің даму жоспары бар, соның ішінде көптеген жаңа технологияларды енгізу, осы елімізде тұрақтандыру, дамыту мәселелері қарастырылған. Ал жалпы еліміздегі ұлттық деңгейде істейтін барлық клиникалар, университеттер, жаңағы ғылыми орталықтар барлығы шетелде әріптестермен тікелей қарым-қатынаста. Елімізде қазір білесіздер, кардиохирургия, нейрохирургия саласы өте жоғары деңгейде дамыған. Бұрын біз өзіміз барып оқитын болсақ, қазір бізге келіп мастер-класс алып бізден үйренетін заманға дейін жеттік. Бұл да біздің мемлекетіміздің жетістігі, біздің саланың жетістігі. Бұл жұмыс клиникалық медицинаның дамуы, бұл ешқашан тоқтамайтын жұмыс. Өйткені күнделікті жаңа технология шығады, жаңа дәрі-дәрмек шығады, жаңа
басқа бір әдіс тәсілдер шығар. Оның бәрін уақытылы үйреніп, ары қарай өзіміздің мына рутинный практикамызға енгізіп отыру керек. Сол үшін де денсаулық сақтау жүйесі де, министрлікте, біздің университеттерімізде, ғылыми орталықтарымызда бұл жұмысты тоқтатпай жүргізе беретін болады. Бір күннің жұмысы емес, бұл да постоянный үрдіс қой. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Ажардағы бейсерек оқиғасына байланысты жедел әрі керекті қажет көмек көрсеткені үшін облыстық денсаулық сақтау басқармасына алғысымды білдіремін. Жақсы, рахмет. Жалпы біздің облысымызда да облыс басшысы бар, басқарма басшысы және сала өкілдері бар. Жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Енді өзіңіз бүгін көріп жатқан шығарсыз. Енді құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Көңіл қойып келгендеріңізге рахмет. Ақпаратпен бөліскеніңізге Тимур Мұратұлы, сізге рахмет. Біздің облыстағы сапарыңыз оң болсын енді. Рахмет сіздерге де, бәріңізге табыс тілейміз. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Рахмет.